Сәлем достар, баршаларыңызға бүгін сіздерге F6 форматағы справканы қалай алу керектігін көрсететін боламын. Бұл видео пайдалы болады деп ойлаймын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдау кетіңіздер. Алда сіздермен көптеген пайдалы видеолар бөлісетін боламын. Телефондарыңызға eGov Mobile приложениесін тартып аласыздар және тіркелмеген болсаңыздар регистрациядан өтіп тіркеліп аласыздар. eGov приложениесіне кірген кезде сіздерге осылай басты бет шығады. Осы главный деген жерде төменге қарай түсесіздер. Сол жақта сол жерде сведение обслуживания недвижимого имущества дегенге кіресіздер. Физлица деп тұрған. Осы жерде на себя немесе балдарыңызға алсаңыздар да болады. Және регион облысқа Қазақстан деген таңдап аласыздар. Әрі қарай продолжить дегенді таңдайсыздар. Сіздерге справкаларыңызды міне осылай орысша немесе қазақша түрінде алсаңыздар да болады. Өздеріңізге керекті тілдегін таңдап аласыздар да кіресіздер соған. Және жоғары жақта стрелка тұрады. Соны басып өздеріңіздің телефондарыңызға сақтап алсаңыздар болады. Сохранить файл дегенді таңдайсыздар да телефондарыңызға өткізіп аласыздар осылай.